Біздің ең киелі, ең қасиетті ғұнымыз тәуелсіздік. Азаттықтың тамыры тым терең. Талай ғасырлар қойнауына көз жіберіп қарасаңыз, осы тәуелсіздіктің қандай қиыншылықпен, қандай ауырлықпен, қандай азаппен келгенін түсінесіз. Отан, туған ел, халық ұғымын тәуелсіздігін деп бөліп қарастырылып қарай алмаймыз. Барлығы тамырлары бір-бірімен байланысып жатқан өзегі бір ұғым. Тәуелсіздіктің иесі халық, халықтың анасы отан. Қан мен қара тасқа қашалып ғасырлар бойы арман тілекпен бойына сіңіріп, сағыныш жылдардың елесін арқаралап асыға жеткен арманымыз ғой бұл. Өз тілімізде сөйле, өз ұлттық аспаптарды ойнау, өз тілімізде ән шырқау, өскелең ұрпағымызды ұлттық өнермен сусындатып өсіру мүмкіндігіне киелі тәуелсіздігіміздің арқасында. Біз қастерлі тәуелсіздіктің 30 жылына қадам басамыз. Бұл баршамызға ортақ өнекелі өлшем, тағылым кезең және мемлекеттік құруға ат салысқан бүкіл халқымыздың ірі еңбектер тарихи шежіресі. Мы шагаем к 30-летию нашей независимости. Это пример и поучительный период исторического этапизации всего народа, участвующего в создании нового государства. Это важная веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретение свободы, мечты о котором религии и поколения наших преподов. По меркам истории 30 лет всего лишь мгновение. Однако для многих народов этот период вместили в себя целую эпоху, наполненную трудностями и победами, кризисом и достижениями. Современный Казахстан – это независимость, суеверное демократическое государство со стабильной экономикой и беспроигрышным планом на будущее. Сегодня Казахстан смело заявляет о себе, о своих правах и целях. За время нашего независимости сделали немало. Построили крепкое государство, сделали одну из самых динамичных экономику, улучшили уровень людей. Казахстан имеет собственный государственный символ – флаг, герб и гимн. Они отражают независимость, свободы и национальности государства. Наша страна многонациональна, и поэтому это еще одно преимущество, потому что мы все единое целое, и нас объединяет наша Родина, дружба, уважение и общая культура. В Казахстане единой семьей живет более 15 миллионов человек, представители более 100 национальностей и народностей, и все это сопровождает хорошим отношением друг к другу и толерантности. Символом Казахстана можно считать нашу новую прекрасную столицу Нур-Султан. Нас за короткий срок, ставшим неповторимым современным многополисом, символизирует мощь и силу Казахстана. Наша столица преображается с каждым днем.